Келдің ба қызым? Ya, anasım. Кел отыр, әжеңе Келе ғой, отыра ғой. кел. Әжеңе көмектес, құрақ Ya, severim anasım. Aje, niye adımı matadı, niye tastabatsın? Ой, жаным ботам. Біз жай қиып атқан жоқпыз. Бұл маталардан құрақ құрап жатыр. Кел. Сен де бізге көмектес, қиып, қызым. Ya, severim anasım. Ала ғой. Қи. Aje, bak, niye ki, ne? Құрақ деген мына мата қиындыларынан жасалады. Құрақтың түрлері өте көп болады. Ол мысалға ши құрақ болады. Құрақтың түрі мүйіз құрақ болады. Жапырақ құрақ болады. Майда құрақ болады. Үшбұрыш құрақ болады. Ya, Түсіндің бе, ботам? ya, aje, tündem. Ал құрақ сөзінің мағынасы ол құрал бастарын көбейсін деген мағынаны білдіреді. Бір-бірімен бауырласып, құрақтай бірге болып, тату тәтті жүріңдер деген мағынаны білдіреді құрақ сөзі. Aje, Түсіндің бе? Ботам? tündem. Енді олай болса сен де келе ғой. Үйрене ғой бізден. Ya, Қайшына, severim. дұрыстап ұста, абайға қолын кесіп алма. Әжеңе көмектес. Ya. Мына жерге қойып, жаймендеп. Отам былай. Қызым, отам мына қара. Ана қандай керемет құрақ көрпеше тікті мынаны қара, құрақ қойдыны. Көршіні. Қандай керемет, тамаша. Küçükken Тамаша қандай. anasım kulaklığı attı. Çıpın koymuş. Қызым, ақ түс аппақтың тазалықтың белгісі, қызыл түс даналықтың белгісі, бірліктің белгісі, сары түс аспан көк күніміз жарық болсын деген белгі. Түсіндің бе қызым? Ya tündüm anasım. Көрпеше, бұл енді көрпешеміздің беті дайын болды. Енді бұған астына мата салып, әжейдің екеуміз көрпеше тігеміз. Ya severim. Сен бізге көмектесесің ба? Ya anasım komitesiyorum. Жарайсың. Uşkinde sebebim koymam. Ой, ақылдым сол. Менің ботам ақылды ғой. Ата көрген, оқ жонар, шеше көрген, тон пішер деген. Өскенде үлкен шебер боласың қызым ботам, Ya severim. Tündüm aje. Ой, ботам жаным. Көремде. Ajemin sizde saksı koyayım. Жаным ботам. Ajemin sizge uyan atayım da. Айта ғой ботам. Aje taye yeki kavayne düzüzün otada bakıp sanayım. Ой, ботам. Ой, ботам.